Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 15-ші сабағын бастаймыз. Балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бірінші сабақ. Суретке қара, әр сөредегі кітаптарды сана. Әр сөреде 7 кітаптан болу үшін неше кітаптан қою керек? Балалар, бірінші көк кітаптарды санайық. 1, 2. 2 кітап тұр балалар. Тағы неше кітап қою керек екенін білу үшін біз азайтамыз. 7 азайту 2 тең 5. Келесі сөреде балалар 6 кітап бар. 6 кітапты енді неше кітап қою керек екенін есептейік. 7-ден 6-ны азайтамыз. 1 қалады. Демек 1 кітап қою керек, балалар. Келесі астындағы сөреде 3 кітап бар екен. 7-ден азайтамыз. 3-ті тең болады 4. Сонда балалар бізге 4 кітап жетіспейді екен. 4 кітапты сол жерге қоямыз. Келесі мына сөреде 5 кітап тұр. 7-ден азайтамыз 5-ті тең 2. 2 кітап қою керек екен балалар. Келесі сөреде 4 кітап бар. 7-ден азайтамыз 4-ті тең болады 3. 3 кітап қою керек балалар. Келесі сөреде тек қана 1 кітап қалыпты. 7 азайту 1 тең 6. Сөреде 6 кітап қою керек. Құрамын жазайық балалар. 7 болу үшін біз бұл жерде 2 саны мен 5 санын алуға болады. Келесі 7 саны шығу үшін 6 мен 1-ді алуға болады. Және 7 саны шығу үшін 3 пен 4-ді алуға болады. Балалар, тағы қандай жолдармен шығаруға болады, өздерің ары қарай толықтырсаңдар болады. Келесі 7 санының құрамын айт. Балалар, бізде бұл жерде 7 саны берілген, құрамын толық жазып шығуымыз керек. Кітаптарды санап, соны жазып шықсақ болады. Енді түсіндіріп өтейін. Балалар, 6 көк кітап және 1 қызыл кітап тұр. Демек, 6 қосу 1 тең 7. 5 қосу 2 тең 7. 4 қосу 3 тең 7. 3 қосу 4 тең 7. 2 қосу 5 тең 7. 1 қосу 6 тең 7 болады балалар. Есіңде сақта. 7-нің құрамы 1 мен 6, 2 мен 5, 3 пен 4 деп құрауға болады. Келесі есеп балалар. Үшінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Балалар, бізде 6 кітап, көк кітап тұр және 1 қызыл кітап тұр. Демек, 6 қосу 1 тең 7. Орнын ауыстырамыз. 1 қосу 6 тең 7. 7 азайту 6 тең 1. 7 азайту 1 тең 6 деп шығаруға болады. Келесі есеп балалар. Көк кітаптан 5 және қызыл кітаптан 2. Демек, 5 қосу 2 тең 7. 2 қосу 5 тең 7. 7 азайту 2 тең 5. 7 азайту 5 тең 2. Келесі балалар 4 көк кітап тұр. Демек, және 3 қызыл кітап тұр. 4 қосу 3 тең 7. 3 қосу 4 тең 7. 7 азайту 3 тең 4. 7 азайту 4 тең 3 деп шығаруға болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, 4-ші есепке көшейік. Оқушылар кітапқа арналған бет белгілер жасады. Олардың әр қайсысында көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек? Балалар, бізде бұл 3 гүл берілген. Енді осыны азайтуымыз керек. 7 азайту 3 тең болады 4 балалар. Келесі балалар, бізде 6 жапырақ берілген. Демек, 6-дан азайтамыз. 2-ні тең болады 4 балалар. Демек, 4 жапырақ не істеуіміз керек? Қайтадан салуымыз керек, балалар. Желімдеуіміз керек. Келесі бізде 4 жұлдыз берілген. 5 саннан 4 жұлдызды алып тастаған кезде бізде 1 жұлдыз қалады. Түсінікті болса, біз келесі жалғастырамыз. 5-ші есеп. Жазуларды түсіндір. 4 қосу 3, 4 қосу 1 қосу 1 қосу 1, 4 қосу 2 қосу 1. Балалар, бұл жерде 3-тің құрамы жазылған, 3-ті біз 1 қосу 1 қосу 1 деп алуға болады, немесе 2 қосу 1 деп алуға болады. Барлығының жауабы 7 болады.
Енді керісінше 7-ден 3-ті азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтсақ 4 болады балалар. 3 санын 1 алу 1 алу 1 деп жазуға болады, немесе 2 азайту 1 деп жазуға болады. Балалар, сабағымыз түсінікті болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.